Ғабит Уәлиұлы ұзын емен үстелдің басында отырып, ұлының кеседегі шайына қасықпен қант араластырып отырған үнсіз бақылап отырды. Нұрдәулет бұл әрекетті асықпай, абайлап жасайтын, қарапайым қимылдың өзін қайтадан үйреніп жүргендей көрінетін. Жол апатынан бері бір жыл өтсе де, оның қолы кей таңертең әлі де дірілдеп кететін. Сол дірілді көрген сайын Ғабиттің жүрегі кез келген қажылық шығыннан да қатты ауыратын. Терезенің ар жағында қала сыртындағы ықшамауданнан біртіндеп оянып келе жатты. Бір жақтан иттің үрген дауысы естілсе, енді бір жақтан қиыршық тас төселген жолмен өтіп бара жатқан көліктің дыбысы жететін. Бағбан қоршау бойындағы бұталарды қайшымен реттеп жүр. Таңғы күннің жұмсақ сәулесі аппақ дастарханға, күміс ас құралдарына және үй қызметшісі Ләззат апай ерекше ықыласпен дайындаған, бірақ әлі тиіспеген жұмыртқа тағамына төгіліп тұрды. Тағы да дұрыс тамақтанбай отырсын ғой, деді Ғабит газетін шетке сырып қойып. Ләззат бар ынтамысымен әзірлеген еді. Жеп отырмын ғой әке, деді Нұрдәулет жымиып. Сол жымиыс Ғабитті бір сәтке тоқтатып тастады. Ол көзілдірігін шешіп үстелге қойды да ұлына ұзақ қарады. Ауруханадан шыққаннан кейін бір жыл бойы Нұрдәулеттің жүзі сұрланып, жансызданып кеткендей болатын. Бет әлпетінен барлық бояу өшіп қалғандай көрінетін. Ол бөлмесінен сирек шығатын, достарымен араласудан бас тартқан, сағаттап терезе алдында үнсіз отыратын. Ал қазір оның жүзі шынайы нұрланып тұр еді. Көзінде Ғабит балалық шағынан бері ұмытпаған ерекше жылылық бар болатын. Тура туған күні сыйлықтарын ашып отырған кездегідей. «Не болды өзіңе?» деп әкесі абайлап сұрады. «Шамдай жарқырап отырсын ғой». Нұрдәулет қысылып көзін кесесіне түсірді. «Ештеңе ерекше емес», Ғабит жымиып қойды. «Балам, мен 30 жылдан бері адамдардың жүзін оқып келемін. Құрылысшыларды да, банкирлерді де, шенеуніктерді де талай көрдім. Ал өз ұлымды түсіне алмай қалады деп ойлайсың ба?» Нұрдәулет біраз үнсіз отырды. Қасықты саусақтарының арасына айналдырып көрді де, ақыр басын көтерді. «Мен бір қызбен таныстым әке». Ғабит Уәлиұлы орындықтың арқалығына баяу сүйенді. Ішінде бір нәрсе селк ете қалды. Оның қуаныш па әлде алаңдаушылық па екенін өзі де ажырата алмады. «Солай ма? Ол кім?» «Аты Кәмила. Біздің тұрғын үй кешенінде тұрады. Көрші мұнарада». «Қалай таныстыңдар?» «Кездейсоқ аулада жолығып қалдық. Бір күні аяғым тайып кетіп, құлап кете жаздадым. Орындықтың жанында тұрғанмын. Сол кезде жүгіріп келіп, сүйіп қалды. Маған аянышпен емес, жай ғана адам ретінде қарады. Кейін әңгімелесіп кеттік. Содан бері күнде дерлік кездесеміз». Ғабит тыңдап отырып басын изеді. Алайда кеудесінде оны талай рет құтқарған әлгі таныс сезім ояна бастаған еді. Іскерлік келіссөздерде, миллиондаған қаржы айналған мәмілелерде, әріптестердің әдемі сөздері құжаттағы сандармен сәйкес келмеген сәттерде де дәл осы түйсік оны жаңылыстырмаған. Ол бұл сезімді ұнатпайтын, өйткені ол адамның қуануына кедергі жасайтын, бірақ оған сенбей де тұра алмайтын. «Қанша уақыт болды?» деп мүмкіндігінше сабырлы үнмен сұрады ол. 3 айдай. Нұрдәулеттің жүзі бал-бұл жайнап кетті. «Әке, ол керемет жан, сіз елестете алмайсыз. Оның арқасында мен қайтадан өмір сүре бастадым. Көшеге шығудан қорықпаймын, серуендеймін, тіпті жаңа жаттығу курсына жазылдым, тезірек сауығып кету үшін». Ол барған сайын қызу сөйлеп кетті. Бетіне қан жүгіріп өңі кірген. «Сіздермен таныстырғым келеді. Жексенбі күні түскі асқа шақырсам бола ма?» «Әрине», деді Ғабит. «Шақыр». Жексенбі күні Ләззат ерекше дайындалды. Үстелдің үсті сан түрлі тағамға толды. Пеште қуырылған үйрек, бірнеше түрлі салат, қолдан пісірілген бәліштер, жеміс-жидек шырыны құйылған құмыра. Ғабит бұл жолы қатаң іскерлік костюмның орнына қарапайым жемпір киді. Қызға артық қысым көрсеткісі келмеді, бірақ үйдің өзі-ақ әсер қалдыратын. Биік төбелер, қалың жақтауға салынған суреттер, ақ мәрмәрден жасалған кең баспалдақ. Мұның бәрі байлықтың белгісін аңғартып тұр еді. Кәмила дәл сағат 2-де келді. Ол кіреберістен аттаған сәтте-ақ Ғабит бір нәрсені аңғарды. Қыз өте сұлу еді. Бойы ұзын, сымбатты, қара қоңыр шашы иығына төгіліп тұр.
піл сүйегі түстес, көйлегі өзіне мінсіз жарасқан, қимылдары байыпты әрі сенімді, жымиысы да мінсіз, тым мінсіз. Ғабит мұндай жымиысты бұрында талай көрген. Компаниясының көрмелерінде маңызды қонақтарды қарсы алу үшін арнайы жұмысқа алынған қыздардың жүзінде де дәл осындай жаттанды күлкі болатын. «Сәлеметсіз бе, Ғабит аға?» деді Кәмила қолын ұсынып. «Нұрдәулет сіз туралы көп айтты. Шынымды айтсам, кездесуге қатты қобалжыдым». «Қобалжудың қажеті жоқ», деді Ғабит жымиып. «Қош келдіңіз». Түскі ас барысында Кәмила өзін мінсіз ұстады, үйректің дәмін мақтады, ләззаттың бәлішін дайындау тәсілін сұрады. Нұрдәулеттің әзілдеріне күліп отырды. Оның тәрлікесіне ең дәмді бөліктерді салып беріп, майлылығын да түзетіп қойып жүрді. Сырт көзге ол қамқор, мейірімді әрі ғашық қыз болып көрінетін. Нұрдәулет оған таңғажайып бір құбылысқа қарағандай қарайтын. Сол көзқарасты көрген сайын Ғабиттің жүрегі бір жағынан жылып, бір жағынан қысылып кететін. Бірақ ол өзгелер байқамайтын нәрселерді назар аударып отырды. Кәмиланың көзі бір сәтке ғана оның қолындағы қымбат швейцариялық сағатқа түсті. Камин үстіндегі картинаны да, сәнді аспа шамды да, мәрмәр баспалдықты да бағалай қарағанын байқады. Нұрдәулетпен сөйлескенде даусы жұмсақ әрі еркелете шығатын, ал өзімен сөйлескенде үнінде әлдеқайда іскерлік пен есеп бардай сезілетін. Ұсақ түйек нәрселер, 100 адамның 99-ы мән бермейтін болмашы белгілер. Бірақ Ғабит оларды байқамай қала алмады. «Кәмила қызым, қайда жұмыс істейсіз?» деп сұрады ол оған шырын құйып жатып. «Сұлулық салонында әкімші болып істеймін», деді қыз. «Бірақ бұл уақытша жұмыс. Қазір интерьер дизайны мамандығына оқып жүрмін. Болашақта өз кәсібімді ашқым келеді», деді Кәмила жымиып. Ол Нұрдәулеттің қолының үстіне алақанын жайлап қойды. «Бірақ қазір мен үшін басқа нәрселер маңыздырақ». «Қандай нәрселер?» деп сұрады Ғабит қабағын сәл көтеріп. «Отбасы», деді Кәмила еш ойланбастан. Сосын Ғабиттің көзіне тіке қарап, «Адам үшін отбасынан қымбат не бар?» деді. Нұрдәулеттің жүзі бал-бұл жайнап кетті. Ал Ғабиттің көңілі керісінше суып сала берді. Бәрі тым мінсіз, тым орынды, тым дұрыс айтылған сөздер. Түскі ас аяқталған соң Нұрдәулет Кәмиланы көлігіне дейін шығарып салуға кетті. Ғабит аула жақтағы кең террассаға шықты. Осы кезде аулада өзінің қара жол талғамайтын көлігін сүртіп жүрген Сапарды көрді. Сапар оның жүргізушісі болатын. Қожайынның көңіліне бір нәрсе барын сезсе, міндетті түрде маңайдан табылатын әдеті бар еді. «Сапар, бері келші», деді Ғабит. Жүргізуші қолындағы шүберегін қағып қасына жақындады. Екеуі 20 жылға жуық бірге жұмыс істеген. Сапар Ғабитті шағын кеңсесімен ескі шетелдік көлігі ғана бар кезінен білетін. Оның қалай байығанын да көрді. Жұбайынан айырылған күндерінде бастан өткерді. Апатқа ұшыраған Нұрдәулет ауруханада жатқанда түн ұйқысын 4 бөлген сәттерінде куә болды. Сондықтан ол жай жүргізуші емес еді. Ғабиттің жан сырын ашық айта алатын жалғыз адамы болатын. «Қызды көрдің бе?» деді Ғабит қақпа жаққа көз тастап. Кәмила көлігіне мініп жатыр екен. «Айтпақшы, сұлулық салонының әкімші үшін көлігі де жаман емес». «Көрдім», деді Сапар. «Сұлу қыз екен». «Иә, тым сұлу». Оның үстіне аяғы әлі толық жазылмаған жігітке тым мейірімді көрінді. Ғабит қоршауға сүйенді. «Білесің бе, Сапар, мені не мазалайды? Не, тұтас бір жыл бойы балама ешкім жақындаған жоқ. Достары оның бұрынғыдай шапшаң жүре алмайтын білген соң біртіндеп жоғалды. Бұрынғы қызы апаттан кейін бір апта өтпей-ақ ізім қайым кетті. Ал енді аяқ астынан бір ару пайда болды. Өзі келді, өзі көмектесті, өзі ғашық болды. Кімге? Ақсаңдап жүретін, көп сөйлейтін тұйық жігітке». Сапар иығын қиқаң еткізді. «Бәлкім жақсы адам шығар. Ондай да болады ғой». «Болады», деді Ғабит ауыр күрсініп. «Бірақ мен сондай ғажайыптарға сенуді баяғыда қойғанмын. 30 жыл бойы бизнестемін. Адамның көзіне қарап-ақ нені ойлап тұрғанын шамалаймын». Кәмила жаңағы дастархан басында үйдегі люстра мен үйректі турап үлгіргенше ақ бағалап шықты. Сапар үндемеді. Екеуі қақпадан шығып бара жатқан көлікке қарап тұрды. «Енді не істемекпіз?» деді ол біраздан кейін. Нұрдәулет шын көңілімен ғашық болып қалған сияқты. «Бар мәселе де
сонда ғой, деді Ғабит. 1 жыл бойы оның қайтадан өмірге құштар болғанын тіледім. Көзіндегі оттың қайта жанғанын қаладым. Енді міне сол от жанды. Ал мен болсам, бұл бақыт шынайы ма, әлде біреудің есебімен жасалған дүние ме деп күмәнданып отырмын. Сол түні Ғабит ұзаққа дейін көз іле алмады. Кабинет ішінде ары-бері жүрді. Өзіне қымыздықтан құйылған сусыннан аздап құйып қойып, оған да қол созбады. Үстел үстіндегі марқұм жарының суретіне қайта-қайта көз тоқтатты. Зере өмірден 6 жыл бұрын өткен. Дәл қазір оның жоқтығы ерекше сезілді. Зере тірі болғанда ұлымен өзі сөйлесер еді. Әйел жүрегімен бәрін сезер еді. Бәлкім бірден дұрыс шешім табар ма еді. Ал Ғабиттің қолынан келетіні тек бір нәрсе: тексеру, құжаттарды тексеру, адамдарды тексеру, әр сөздің астарын тексеру. Келесі күні таңертең ол Нұрдәулетті кабинетіне шақырды. Кел балам, сөйлесейік. Нұрдәулет қарсысына отырды. Дауыстың реңкінен ақ әңгіменің не жайында болатынын сезгендей, жүзі бірден салмақтанып кетті. Кәмила туралы ма? Иә, ол сізге ұнамады. Мен олай деген жоқпын. Айтпасаңыз да түсіндім. Сіз ғана адам танымайсыз. Мен де сізді оқуды үйрендім, әке. Нұрдәулет жұдырығын түйіп алды. Бүкіл түскі ас бойы оған айыпталушыға қарағандай қарап отырдыңыз. Ғабит үстелге жақынырақ еңкейді. Нұрдәулет, мен сенің бақытты болуыңа қарсы емеспін. Сенің бақытты болғаныңнан артық ештеңе қаламаймын. Бірақ мені де түсін. Сен менің жалғыз ұлымсың. Мен құрған дүниенің жалғыз мұрагерісің. Компаниялар, ғимараттар, жер телімдері, есеп-шоттар, мұның бәрі жай ақша емес. Бұл талай адамның көзін қызықтыратын дүние. Нұрдәулеттің жанары мұңайып кетті. Сонда мені ешкім шын көңілмен сүйе алмайды дегіңіз келе ме? Дауысы дірілдеп шықты. Менде өзіме тән ешқандай қасиет жоқ па? Адамдар мені тек ақша үшін ғана жақсы көреді ме? Ақсаңдап қалған жігітті тек байлық үшін ғана сүйеді деп ойлайсыз ба? Мен олай айтқан жоқпын. Жоқ, дәл соны айтып тұрсыз. Нұрдәулет орнынан атып тұрды. Ең өкініштісі не екенін білесіз бе? Мені тастап кеткен достарым қандай ойласа, сіз де дәл солай ойлайсыз. Ауруханада жатқанда қашып кеткен қыз қандай көзқараста болса, сіз де сондайсыз. Ғабит әңгіменің мүлде басқа арнаға бұрылып бара жатқанын түсінді. Ол орнынан тұрып ұлының қасына келді. Иығына қолын қойды. Тыңдашы, былай істейік. Егер мен қателессем, ал мен қателескім келеді, шынымен қателескім келеді, онда бірінші болып кешірім сұраймын. Тек сөзбен емес. Ғабит біраз үнсіз қалды. Сосын батылданып, маған 3 күн бер деді. Не үшін? Кәмиланы өз әдісіммен тексеремін. Ешкім ештеңе білмейді. Оған да саған да ыңғайсыздық болмайды. Егер 3 күн ішінде оның адал емес екенін дәлелдейтін ештеңе таппасам, егер оның сені шын сүйетініне көзім жетсе, онда өз компанияларымның жарты үлесін сендерге беремін. Үйлену тойына тартуым сол болсын. Содан кейін бұл тақырыпты мәңгі жабамын. Нұрдәулет аң-таң болып қалды. Компанияның жартысы? Иә, шыныңыз ба? Өте шын. Мен ақшамды тәуекелге төгуге дайынмын. Тек сен менің күдігімнің астарында жамандық емес, әкелік алаңдаушылық жатқанын түсінсең болғаны. Егер Кәмила шынымен таза, адал қыз болса, болды. Онда мен өзімді орынсыз күмәншіл қария деп мойындаймын. Ал сендер сол күмәншіл қариядан жақсы сыйлық алатын боласыңдар. Ал егер бірдеңе тауып алсаң ше, деп Нұрдәулет баяу ғана сұрады. Онда бәрін өз көзіңмен көресің, өз құлағыңмен естисің, деді сабырлы үнмен Ғабит. Сосын ешқандай қысымсыз шешімді өзің қабылдайсыз. Ол сәл кідіріп, келістік пе деді. Нұрдәулет ұзақ үнсіз отырды. Көңіліне өкпе бар еді. Бірақ сонымен бірге басқа бір сезім де қылаң беріп тұрғандай болатын. Бәлкім өзі мойындағысы келмейтін күмәннің көлеңкесі шығар. Шынында да Кәмила оның өміріне тым кенет кіріп келді. Тым жарқын келді. Жалғыздықпен өмір сүруге әлдеқашан көндігіп қалған адам үшін бәрі ертегідей тез өрбіді. Ақыры ол қолын созды. Келістік. Ғабит ұлының қолын қысты. Бірақ сіз ештеңе таппайсыз. Құдай қаласа солай болсын балам, деді Ғабит.
Ол Нұрдәулеттің алақанын бұрынғыдан да қаттырақ қысып қойды. Өмірінде дәл қазіргідей жеңілгім келіп көрген емес. Ұлы шығып кеткен соң Ғабит қайтадан терезе алдына келді. Аулада Сапар көлік жуып жүр екен. Ғабит оған қарап тұрып, Кәмиләнің шынайы болмысын қалай көруге болатынын ойлады. Болашақ қайнатасына арналған сыпайы күлкісіз, жігітінің жанындағы жасанды нәзіктігінсіз, адамның бетпердесі шетілетін жер қайда. Әдетте адам өзін ешкім бақыламай тұр деп ойлаған кезде, жанында тек өз адамдары болғанда, сол сәтте оның ойына күтпеген бір жоспар келді. Батыл, тіпті аздап күлкілі, өзінің дәрежесіндегі адам үшін мүлде қисынсыз көрінетін жоспар. Ғабит еріксіз жымиды, бірақ бұл жолғы жымиыстың астарында шешім жатты. Не істейтінін ол әлде қашан біліп қойған. Енді тек Сапарды көндіру мен жұмысшының киімін табу ғана қалған. Сапардың күлгені сонша шеберханадағы үстелге сүйенуге мәжбүр болды. Үй жанындағы кең гараж 3 көлікке арналған еді. Қазір оның ішін жанармайдың, резеңкенің және ескі киімнің иісі кернеп тұр. Ескі күрте мен жұмыс киімдерін Сапар ауылдағы танысынан тауып алып келген болатын. Ғабит аға, кешіріңіз, бірақ шыдай алмай тұрмын, деді ол көзінің жасын сүртіп. 20 жыл бірге жүрміз, сізді талай күйде көрдім, бірақ мұңдайын бірінші рет көріп тұрмын. Ғабит қабырғаға сүйеулі тұрған күңгірт айна алдында тұрды. Өзіне де өзі әрең таныды. Үстінде ескі сарғыш қауіпсіздік кеудешесі, астында өңі кеткен тор көз көйлек, шынтағы созылып қалған қара күрте, тозығы кеткен жұмыс шалбары, аяғында резеңке етік, басына қастарына дейін түсіріп киген тоқылған қара бөрік. Соңғы 3 күнде әдейі қырынбағандықтан ағара бастаған сақалы жүзін тіпті өзгеріп жіберген еді. Көзілдірікті берші, деді ол. Сапар базардан сатып алған арзан пластик көзілдірікті ұсынды. Ғабит оны киіп көрді де жерден сыпырғышты көтерді. Ұзын сапты, кәдімгі аула сыпыратын сыпырғыш. Қалай, ұқсаймын ба? Сапар оны басынан аяғына дейін тағы бір қарап шықты. Сосын күліп жіберді. Кімге ұқсайтыныңызды білесіз бе? Кімге? Менің нағашыма. Көп жыл ауылда көше тазалаушы болып істеген, айнымай соның өзі. Бірақ Сапар кенет байыпты қалыпқа көшті. Бір ғана мәселе бар. Қандай? Сыпырғышты дұрыс ұстамай тұрсыз. Ол Ғабиттің қолын түзей қойды. Мына жерінен ұстау керек, әйтпесе қолыңыздан ақ бұрын бастық болғаныңыз білініп қалады. Ғабит күліп жіберді. Оны да үйрет. Бірінші күні-ақ ұсталып қалмайын. Сапар келесі жарты сағат бойы оған аула сыпырудың барлық құпиясын көрсетті. Жапырақты қалай жинау керек, сыпырғышқа қалай сүйену керек, қалай жүру керек, қалай демалу керек. Ғабит мұның бәрін аса мұқият тыңдады. Кезінде алғашқы құрылыс нысанында қауіпсіздік ережелерін тыңдағанындай, өйткені ол ешқашан ештеңен жартылай естімейтін. Ал сөйлесемше, деп сұрады ол. Біреу тіл қатса қайтемін. Аз сөйлегеніңіз дұрыс, деді Сапар. Бас изей салыңыз, қысқа жауап беріңіз. Аула тазалаушылар онсыз да көп сөйлемейтін халық. Егер сөйлей қалсаңыз да қарапайым адам сияқты сөйлеңіз. Басса артық ойнап кетпеңіз. Әйтпесе театр болып кетеді. Ғабит айнаға тағы бір қарады. Жаңа бейнесі өзіне бөтен көрінді. Мені тұрғын үй кешенінің 2 көше бұрын түсіресің, деді ол. Қақпаға дейін апарма. Жарайды. Ұялы телефонымды да алмаймын. Тек сенің ескі батырмалы телефоныңды аламын. Сапар алаңдап қалды. Бір жағдай болып қалса ше? Уайымдама. 40-қа толмай тұрып құрылыс алаңында цемент қаптарын өзім көтерген адаммын. Бір аула сыпырып өлмеспін. Келесі таң салқын әрі сұлғылт болып атты. Сапар Ғабитті тұрғын үй кешенінен әрірек жердегі қиылыста түсіріп кетті. Ғабит сыпырғышына таяқшадан сүйеніп жаяу жүріп кетті. Өзіне таңсық толқу бойын биледі. Әкімдермен келіссөз жүргізгенде, миллиондаған теңгенің келісімшарттарына қол қойған кезде мұндай күйді сезінбеген еді. Ал қазір алғашқы емтиханға бара жатқан оқушыдай қобалжып келеді. Тұрғын үй кешені Ақбұлақ саябағы деп аталатын ашық түсті тастан салынған 3 зәулім тұрғын үй. Темір қоршаумен қоршалған аумақ, ортасында су бұрқақ, күтімі жақсы гүлзарлар, балаларға арналған заманауи алаңқай.
Бұл жер Ғабитке 5 саусағындай таныс еді. Өйткені оны өзі салдырған болатын. Нұрдәулет бірінші мұнарада 7-ші қабатта тұрады, ал Камила қарсы беттегі 2-ші мұнарада. Қызметкерлер кіретін қақпа жанында нағыз аула тазалаушы темекі шегіп тұр екен. Жасы 50-лер шамасындағы шымыр денелі кісі, үстінде дәл сондай сарғыш кеудеше. Ғабит оған бас изеді. «Ассалаумағалейкум», дауысын жуандатып сөйлеуге тырысты. «Бүгін уақытша жұмысқа жіберген еді, ауыстыруға келдім. Бір жұмысшы еңбек демалысына кетіпті деп естідім», деді Ғабит дауысын жуандатып. Аула тазалаушы оған аса қызығушылық танытқан жоқ. «Иә, солай, онда 2-ші мұнара жақтағы аумақты сыпыра бер», деді ол қолымен нұсқап. «Сол жақ қазір бос тұр». Сосын Ғабитке көз тастап, «Қай жақтың адамысың?» деп сұрады. «Алыстан келдім», деді Ғабит нақты жауап бермей. «Отбасым ауылда қалды». Түсінікті. Әлгі кісінің даусындағы сол бір ауыз сөз Ғабиттің көңіліне ерекше әсер етті. Шаршағандық бар, түсіністік те бар, сағыныш та бар. Сол сәтте Ғабит алғаш рет ойланды. Осы жылдар бойы қаншама адам туған жерінен жырақта жүріп, осындай аулаларды тазалап келеді екен. Олардың қандай өмір сүретіні өзі де бір рет болса да ойлап көріпті ме? Жоқ. Ол сыпырғышын алып 2-ші мұнара жаққа беттеді. Тура Камиланың терезелерінің астына. Алғашқы сағат өте ауыр өтті. Сыпырғыштың шыбықтары тас төсемеге ілініп қала береді. Жапырақтар жан-жаққа ұшады. Белі сырқырай бастады. Бірнеше рет тұрғындардың мысқыл аралас көзқарасында байқап қалды. Әсіресе қымбат тонын киіп, кішкентай итін серуендетіп жүрген бір әйел қарағаны есінде қалды. Ол Ғабитке адам ретінде емес, ауладағы бір зат секілді қарады. Орындыққа қарағандай, қоқыс жәшігіне қарағандай, жанынан үнсіз өте шықты. Сәлем де бермеді. Сонда да Ғабит бір нәрсені аңғарды. Таңертеңнен бері ешкім оған қайырлы таң демепті. Ешкім күлімсіреп қарамапты. Ол көзге көрінбейтін адамға айналған еді. Бұл ой оның жанын күтпеген жерден ауыртты. Кеше ғана есіктері айқара ашылатын адам, кеше ғана аты аталғанда жұрт орнынан тұратын адам, ал бүгін қарапайым жұмысшы кейпіне енгенде ешкімнің назарын аудармайтын жанға айналды. Сөйтсе, адамды көзге көрінбейтін ету үшін бір ғана сарғыш кеудеше жеткілікті екен. Таңғы 10-дар шамасында Камила подъезден шықты. Ғабит бірден басын төмен түсіріп, жұмысын жалғастыра берді. Қыз оның жанынан бірнеше метр жерде өтті. Қолында телефон, үстінде қымбат көрінетін ұзын пальто, биік өкшелі аяқ киімінің дыбысы тас жолда анық естіліп тұрды. «Жоқ, мама, бәрі жоспар бойынша болып жатыр», деген сөзі Ғабиттің құлағына шалынды. «Асықпаңдаршы, сабыр етіңіз, бәрі өз уақытында болады». Одан арғысын ести алмады. Камила алыстап кеткен еді, бірақ бір нәрсе назарын аударды. Дауысы өзгеріп кеткен. Нұрдәулетпен сөйлескендегі жұмсақ үн жоқ. Құрғақтау, суықтау, іскерлеу. Ғабит оның соңынан ұзақ қарап тұрды. Алайда өзін дереу тоқтатты. Қыз ешқандай күмәнді сөз айтқан жоқ. Бәрі жоспар бойынша деген сөзден ақ қорытынды шығаруға болмайды. Бәлкім оқуына қатысты шығар, бәлкім жұмыс мәселесі болар. Адамды негізсіз айыптау оңай, сондықтан ол келген мақсатын есіне түсірді. Бақылау, тыңдау, ал жорамал жасау емес. Түске қарай белі қатты сырқырай бастады. Ғабит сырғыпақ маңындағы жиек таста отырып демалып жатқан. Сол кездегі әлгі аула тазалаушы қолына термос ұстап келді. «Мә, шай ішіп ал», деді ол. Термостың қақпағына лимон қосылған шай құйып ұсынды. «Алғашқы күндері қиын болады, кейін үйреніп кетесің». Ғабит таңғалып қалды. Таңертең бері өзіне жасалған алғашқы адамдық ықылас осы еді. «Рахмет, бауырым», деді ол шын көңілімен. Екеуі қатар отырып шай ішті. Қарапайым жұмысшылар секілді. Әңгіме де өзінен өзі өрбіді. Әлгі қызы туралы айтты. Қазір университетте оқитынын айтты. Оқу ақысын төлеу оңай емес екенін айтты. «Мұндағы жұрттың жағдайы жақсы ғой», деді ол мұнараларға қарап. «Бірақ шайпыл беретіндері аз, көбі менсінбей өте шығады». Сосын күлімсірей қойды. «Бірақ оған ренжудің қажеті жоқ. Неге? Олардың өмірі бөлек, біздің өмір бөлек. Ең бастысы, еңбегің адал болсын».
Адамның арты таза болса, соның өзі жетеді. Ғабит үнсіз қалды. Қызының болашағы үшін таңнан кешке дейін суықта еңбек етіп жүрген осы қарапайым адам ар туралы оның талай серіктестерінің әлдеқайда терең сөйлеп отыр еді. Екінші күн анағұрлым жеңіл өтті. Ғабит сыпырғышқа үйрене бастады. Белі бұрынғыдай ауырмайтын болды. Аула өмірде оған басқа қырынан ашыла түсті. Ол кішкентай баланы серуендетіп жүрген күтушісінің жасырын телефонмен сөйлесіп, жұмыс берушісін жамандап тұрғанын көрді. Үшінші мұнарадағы бір ер адам күн сайын қоқыс төгуге шығып, жәшік жанында ұзақ тұрып қалатынын байқады. Үйіне қайтуға асықпайтын сияқты. Көгершіндерге жем шашатын жалғызбасты әжені көрді. Әжей құстармен, немерелермен сөйлескендей сөйлесетін. Сірә шын немерелер сирек хабарласатын болса керек. Бір кезде өзі қағаз бетіне сызған аула, сметада есептеген аула, қабылдау комиссиясында тапсырған аула, шын мәнінде сан түрлі тағдырға толы әлем болып шықты. Ал сол әлемді салған адамның өзі мұны бұрын байқамаған екен. Камила сол күні 2 рет шықты. Бірінші рет қолында қымбат дүкеннің пакеттері болды. Екінші рет кешке қарай сәнденіп шығып, таксиге отырып кетіп қалды. Ғабит байқатпай бақылау жүрді, бірақ ешқандай күмәнді нәрсе көрмеді. Сол күннің кешінде оның көңіліне алғаш рет басқа ой келді. Мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын. Ол қараңғылық қойылына бастаған аулада сыпырғышына сүйеніп тұрды. Мүмкін Камила Нұрдәулетті шын жақсы көретін шығар. Ал мен болсам босқа күмәнданып жүрген шығармын. Мүмкін адамдарға сенуді ұмытып кеткен шығармын. Жылдар бойы талай сатқындық пен алдауды көрген адамның көзіне барлық жерден есеп қана көрінетін шығар. Осы ойлар оның көңілін жұмсарта бастады. Тіпті 3-ші күннен кейін үйіне барып, Нұрдәулеттен кешірімді сұрауды да ойлады. Уәдесінде тұрып, компаниядағы үлестің жартысын беруді де ойлады. Баласының тойында қуанып жүретін күнді де көз алдына елестетті. Сол ойдың өзі жанын жеңілдетіп жіберді. Өйткені ол шын мәнінде қателескісі келетін, баласының бақытының шынайы болғанын бәрінен де қатты қалайтын. 3-ші күн ашық әрі шуақты болды. Алдыңғы 2 күн сұрғылт аспаннан кейін күздің жылы күні күтпеген сыйдай көрінді. Аула да жанданып кетті. Орындықтарда адамдар көбейді. Балалардың күлкісі естілді. Ғабит Гүлзар бойындағы жолды баяу сыпырып жүрді. Енді оның қимылында бұрынғыдай ебедейсіздік жоқ. Қараған адам оны көптен бері осы жұмыс істеп жүрген жан деп ойлайтын еді. Сыпырғыш тас төсеменің үстімен баяу сырғып бара жатты. Бір жақтан су бұрқақтың сылдыры естіледі. Күзгі күннің жылу шуағы аулаға төгіліп тұр. Ғабиттің көңілі де соңғы 2 күндегідей ауыр емес еді. Тіпті жан дүниесі біршама тыныштала бастаған. Түске таяу аула шетіндегі қалың аш ағаштардың тасасында тұрған орындықта 2 қыз келіп отырды. Алғашында Ғабит мән берген жоқ, бірақ бір кезде таныс дауысты естіп селк ете қалды. Камила, қасында құрбысы бар. Ғабит ештеңе білдірмей күйі сол жаққа қарай баяу жақындады. Сыпырғышын ары бері жүгіртіп жүрген болып көрінді. Қыздар арқаларын беріп отыр екен. Әңгімелері еркін. Сірә сарғыш кеудеше киген аула тазалаушы адам қатарында қосып отырған жоқ сияқты. Ғабит қолын күртесінің қалтасына салды. Ішінде сапардың ескі батырмалы телефоны жатыр. Дыбыс жазу құрылғысы бар. Қажет болып қалар деп әдейі алып шыққан. Ол үн-түнсіз жазу батырмасын басты. «Әй, сен де қызықсың», деді құрбысы. Қып-қызыл шашын жел тербетіп тұр. «Мен сенің орныңда болсам баяғыда кетіп қалар едім. 3 ай бойы ғой, соның соңында жүрсің». «Қасында жүрмін емес, инвестиция салып жүрмін», деді Камила жайбырақат. «Айырмашылығын түсінесің бе?» Ғабиттің қолындағы сыпырғыш қозғалысын тоқтатты. Жүрегі біртүрлі шым ете қалды. Ол басын көтермей дәл сол жерді қайта-қайта сыпыра берді. Бар зейіні әңгімеде. «Қойшы», деп күлді құрбысы. «Қандай инвестиция? Өзі ақсақ, өзі тұйық, өзі қызықсыз жігіт емес пе? Өзің солай дейтін едің ғой. Қызықсыз болса, мұрагер». Камиляның даусы тым сабырлы шықты, тым салқын. Дәл сол салқындық Ғабиттің жүрегін мұздатты. «Оның әкесінің кім екенін білесің бе?» «Жоқ, қаланың жартысын салып тастаған адам ғой. Компаниялары қаншама, тұрғын үйлер, сауда орталықтары,
Миллиардтар, Айнұр, нақты миллиардтар. Қойшы, рас айтамын, басында өзімде сенбедім. Орындықта жалғыз отырған, бозарып кеткен жігітті көрдім. Қолында таяғы бар, қарапайым бір момын жігіт шығар деп ойладым. Кейін сөйлесіп кеттік. Тегін естідім. Үйге барып интернеттен қарап едім. Орындықтан құлап түсе жаздадым. Құрбысы таңданысын жасыра алмады. Сонда сенімен үйленбек пе? Үйленеді. Жақында ұсыныс жасайтынын сезіп жүрмін. Маған әбден байланып қалған. Көзінен ақ көрініп тұр. Камила мысқылдай жымиды. Сол жымиыста жылылықтың ізі де жоқ еді. Оның үстінде денсаулығы да мәз емес. Өзі талай айтқан. Апаттан кейін тамыр жүйесінде қиындықтар қалған. Кез келген уақытта ауруханаға түсіп қалуы мүмкін. Ал әрі қарай өзің түсінесің ғой. Ең бастысы неке қиылып үлгерсе болды. Сосын заң бойынша әйел ретінде мұраға құқығым болады. Құрбысы күліп жіберді. Сен де қатты есептейді екенсің. Бұл есеп емес, ақыл. Мен өмір бойы тиын-тебен үшін қанша еңбек еттім. Енді тағдырдың өзі беріп тұрған мүмкіндіктен неге бас тартуым керек? Мұндай мүмкіндік адамға бір-ақ рет беріледі. Ал Ғабитше, сен оған ұнамайтын сияқтысың ғой. Ол ғана мазалайды. Кәрі болса да өте қу адам. Маған рентгенмен қарап тұрғандай қарайды. Бірақ оған да амалын таптым. Отбасы бәрінен қымбат деймін. Балалы болғым келеді деймін. Сол сөздерді естіген сайын еріп сала береді. Камила қарқылдап күліп жіберді. Оған жақсы көрінудің түгі қиын емес. Бастысы неке қиылғанша шыдау керек. Сосын күдігінің бәрін өзімен бірге алып жүре берсін. Ал мұра мәселесі ше? Оны маған қалдыр. Әйел болған соң Нұрдәулетті көндіру қиын болмайды. Ол менің әр сөзіме сенеді. Барлығы ортақ болсын десем болды. Құжаттарды алдына қоямын. Ол оқымай-ақ қол қоя салады. Сенгіш қой, бала сияқты. Ғабиттің қолындағы сыпырғыш дір ете қалды. Сабы сықырлап кетті. Саусақтары ағарып кеткенше қысып тұрғанын өзі де байқамаған екен. Көз алды тұманданып бара жатты. Күн сәулесі аула су бұрқақ. Орындықтағы екі қыз бәрі бұлыңғырланып кеткендей. Ал құлағында жаңа ғана естіген сөздер жаңғырып тұр. Камила оның ұлының өлімі жайлы бей-жай сөйлей отырды. Дәл ауа райы талқылағандай, ешбір аяушылықсыз, ешбір өкінішсіз. Нұрдәулет бір жыл бойы қайта жүруді үйренген баласы, бір жыл бойы қайта күлуге талпынған баласы, соңғы кезде жүзінен нұр көріне бастаған баласы. Соның тағдырын әлгі қыз есептің құралына айналдырып отыр. Ғабит сыпырғышты баяу жерге түсірді. Қазір барып бәрін айтқысы келді. Көзілдірігін жұлып тастап, бетпердені шешкісі келді. Бірақ өзін тоқтатты. Өмір бойы бизнестен үйренген бір қағида бар еді. Барлық дәлел жиналмайынша өзіңді әшкерелеме. Сондықтан ол үндемеді. Сол қалпы еңкейіп тұрды. Сыпырғышты қайта қозғады. Қыздар орындарынан тұрып кеткенше дәл сол жерді қайта-қайта сыпыра берді. Камиланың өкшелі аяқ киімінің дыбысы алыстап бара жоғалған кезде ғана Ғабит саусақтарын босатты. Алақанында сыпырғыш сабының қызыл ізі қалып қойыпты. Ол өз қолына ұзақ қарады. Қолы дірілдеп тұр. Бұл жолы шаршағандықтан емес, ашу мен күйіктен, әкелік жүректің жарасынан. Сол сәтте жанынан арбай теріп өтіп бара жатқан Рүстем тоқтады. Ей бауырым, түрің қашып кетіпті ғой. Жағдайың дұрыс па? Отырып демалшы. Ғабит басын көтермеді. Жақсымын. Даусы қарлығып шықты. Қазір өтеді. Бірақ өзі жақсы білді. Бұл өтпейді, ешқашан өтпейді. Өйткені ол іздеген нәрсесін тапқан еді. Ал тапқан ақиқаты қолын оттай күйдіріп тұрды. Сол күні кешке Сапар екеуі алдын ала кездескен жерде кездесті. Тұрғын үй кешенінен екі көше әріректе. Ғабит көліктің артқы есігін ашып, ішке ауыр қозғалыспен отырды. Сапар артына бұрылып қарады да бірден үнсіз қалды. Өйткені 3 күн бұрын үмітпен кеткен адамның орнында қазір мүлде басқа адам отырған еді. Сапар көлікке отырған Ғабитке қарап, әдеттегідей әзіл айтпақ болды. Аула тазалаушының қызметі қалай екен деп күліп сұрағысы келген. Бірақ сөз аузынан шықпай қалды. Ғабиттің жүзі сұрланып кеткен еді. Тура күзгі тұман секілді. Ғабит аға, деді Сапар абайлап. Не болды? Ғабит жауап бермеді. Басындағы тоқылған бөрігін шешті. Арзан көзілдірігін алып қасына қойды. Бір қызығы сыпырғышында тастамай ала келген екен. Қазір ол
Қымбат көліктің былғары орындығының үстінде көлденең жатыр. Бір ұшы есікке тірелген, сырт көзге күлкілі көрінетін көрініс. Үйге жүр, деді Ғабит ақырында. Басқа ештеңе айтпады. Сапар да сұрақ қоймады. 20 жыл ішінде ол Ғабиттің үнсіздігін сөзден артық түсінуді үйренген. Бірақ бүгінгі үнсіздік өзгеше еді. Ауыр, басып тұрғандай. Мұндай үнсіздікті ол тек бір рет көрген. 6 жыл бұрын, Зере дүниеден өткен күні. Сол күні Ғабит те ауруханадан үйге дейін бір ауыз сөз айтпаған болатын. Көлік қала сыртына шықты. Терезенің ар жағында қарағайлар сырғып өтіп жатыр. Ал Ғабиттің құлағында қайта-қайта бір ғана дауыс жаңғырады. Ақсаңдап жүргенімен ұзаққа бармайды. Ең бастысы некеге тұрып үлгеру керек. Сенгіш қой. Әр сөзі миы шеге болып қағылып жатқандай. Ол көзін жұмды, бірақ одан жеңілдеген жоқ. Керісінше ауырлай түсті. Сапар, деді біраздан кейін. Иә, көлікті тоқтатшы. Жол шетіне. Бір сәтке Сапар көлікті орман жиегіне тоқтатты. Ғабит сыртқа шықты. Қураған шөптің үстімен бірнеше қадам жүріп барып тоқтады. Ауа дымқыл, қарағай иісі аңқып тұр. Ол терең тыныс алып өзін сабырға шақырғысы келді, бірақ қолынан келмеді. 90-шы жылдардағы банкроттықты да бастан өткерді. Қоқаңлығы көрсеткен қылмыстық топтарды да көрді. Компаниясын тартып алмақ болғандарды да жеңді. Жұбайының айырылудың қасіретінде көтерді. Бірақ дәл қазір өз-өзіне ие бола алмай тұр еді. Өйткені адамның өзіне соққы беру бір басқа, ал баласына қауіп төну мүлде басқа нәрсе. Сапар да көліктен түсіп келді. Темекі тұтатты. Қорабын Ғабитке ұсынды. Ғабит 15 жыл бұрын темекіні тастаған болатын. Соған қарамастан біреуін алды. Түтінін ішіне тартты. Бірден жөтеліп кетті. Ол Нұрдәулетті сүймейді. Сапар. Дауысы қарлығып шықты. Ол оның өлгенін күтіп жүр. Сапар үнсіз тыңдап тұрды. Орындыққа отырып алып, күнге қыздырынып отырып, құрбысына бәрін айтып берді. Нұрдәулеттің ұзақ өмір сүрмейтінін айтты. Тезірек некеге тұру керек екенін айтты. Мұраға қол жеткізуді айтты. Сенгіш қой, дейді. Бұзаудай аңғал, дейді. Сапардың жүзі бірден қатайып кетті. Қолындағы темекі төмен түсті. Арсыз екен. Бұл сөзді жай айтқан жоқ. Тістеніп айтты. Сыртынан қарасаң мүлде басқа адам сияқты. Мәселе де сонда ғой, деді Ғабит ащы жымиып. Ең қауіпті жамандық көбіне әдемі қабықтың ішінде жасырынады. Ол темекісін жерге тастап аяғысымен басты. Жүр, үйге қайтайық. Енді Нұрдәулетке қалай жеткізетінімді ойлану керек. Өйткені жай сөзіме ол сенбейді. Әкем Камиляны ұнатпайды деп ойлайды. Шынын айтқанда бұл жағынан да ол дұрыс та емес. Мен оны алғаш көргеннен ұнатпадым. Үйге келген соң Ғабит кабинетіне кіріп алды. Жарықты да жақпады. Қараңғы бөлмеде жалғыз отырды. Үстел үстінде Сапардың ескі батырмалы телефоны жатыр. Сол телефондағы бірнеше минуттық жазба оның бүкіл жағдайдың тағдырдың шешетін еді. Ғабит жазбаны тағы бір рет тыңдады. Дыбыс мінсіз емес. Собұрқақтың сылдыры естіледі. Көліктердің дауысы араласады. Бірақ Камиланың әр сөзі анық жазылған. Әр сөзі, әр мысқылы, әр есебі. Ғабит тыңдап болды да телефонды өшірді. Орындықтың арқалығына сүйенді. Ол бір нәрсені жақсы түсінді. Жазбаны жай ғана Нұрдәулетке тыңдату жеткіліксіз. Онда ұлы тағы да өзіне тұйықталып кетуі мүмкін. Апаттан кейінгі барлық ауыртпалықты қалай жалғыз көтерсе, бұл соққыны да солай жалғыз көтеруге тырысады. Жоқ, Нұрдәулет Камиляның шынайы жүзін өз көзімен көруі керек. Тірідей, өз аузынан, өзінің алдында. Сонда ғана сенеді, сонда ғана толық айыға алады. Сол сәтте Ғабит бір нәрсені есіне түсірді. Бірнеше күн бұрын Нұрдәулет айтқан еді. Жұма күні кешкі асқа бәрі жиналмақ. Маңызды жаңалықтары бар екен. Үйлену туралы хабарламақ. Ғабит ішінен күрсінді. Бұл ойдың кімнен шыққанын ол жақсы түсінетін. Камила асығып жүр. Шындығы ашылып қалмай тұрғанда бәрін заңдастырып алғысы келеді. Сондықтан жұма күні оның соңғы мүмкіндігі болмақ. Ал жұмаға дейін 2-ақ күн қалдыған еді. Жұма күні таңертең үйде қарбалас басталды. Ләззат дастархан әзірлеп жүр. Фарфор ыдыстарын қойып жатыр. Бокалдарды сүртіп жатыр. Қазандағы еттің дайын болуын қадағалап жүр.
ал Нұрдәулет мүлде басқа күйде еді. Қуанышы жүзінен төгіліп тұр. Таңертең бері 3 рет көйлек ауыстырды. Айналдырында шашын қайта-қайта түзеді. Бүгінгі кеш оның өміріндегі ең маңызды күндердің бірі екенін ешкім айтпаса да байқалатын. Түске қарай ол кабинетке бас сұқты. Әке, өзіңізді қалай сезініп жүрсіз? Ғабит терезе алдында тұрған, артқа бұрылмады. Жақсымын балам, басым сәл ауырлап тұр, кешке дейін басылар. Нұрдәулет табалдырықта біраз тұрды, сосын жай ғана: әке, мен сіздің Кәмиләні аса ұната қоймайтыныңызды білемін, бірақ бүгін ерекше күн. Біз сізге маңызды жаңалық айтқалы отырмыз. Сондықтан ол ыңғайсызданып қалды. Өтінемін, оған қатты қысым жасамаңызшы, сыпайырақ болсаңыз екен. Ғабит осы жолы артына бұрылды. Ұлына ұзақ қарады. Жүзі нұрланып тұр, көздері жарқырайды. Толқыған сайын саусақтарын айқастырып қайта ажыратады. Бір кездері өмірден түңілген адамның қазір ізде қалмаған. Сол көріністі көргенде Ғабиттің жүрегі тағы да сыздап кетті. Өйткені бірнеше сағаттан кейін осы жарқын көзқарастың күл талғаны шығатынын ол жалғыз өзі ғана білетін. Ғабиттің жүрегі қысылып, тынысы тарылып кетті. Қазір Нұрдәулеттің жүзі бал-бұл жайнап тұр, ал бірнеше сағаттан кейін ол қуанышты өз қолымен сөндіруге мәжбүр болады. Бірақ мұның бәрі ұлы үшін. Кейде ең ащы дәрі ғана адамды емдейді емес пе? Сыпайы боламын балам, деді ол жай ғана. Уәде беремін, мен тек бәрі әділ болғанын қалаймын. Сен шын мәнінде лайық болған бақытқа қол жеткізгеніңді қалаймын. Ол ұлына тіке қарады. Маған сенесің бе? Сенемін әке. Нұрдәулет күлімсіреп шығып кетті. Ғабит оның соңынан ұзақ қарап отырды. Кәмилә кешкі 7-лер шамасында келді. Бұл жолы үстінде піскен шие түстес әдемі көйлек, шашы ұқыпты жиналған. Үстінен қымбат әтірдің жеңіл ғана жұпар иісі сезіледі. Шынында да өте сұлу еді. Нұрдәулет оны қарсы алған кезде көзін ала алмай қалды. Тура үйге періште кіргендей әсерде тұрды. Кәмилә алдымен Нұрдәулеттің бетінен сүйді, сосын Ләззатқа ақ раушан гүлдерін ұсынып: Ләззат апай, мынау сізге, дәмді тағамдарыңыз бен ақ ниетіңіз үшін, деді. Ләззат риза болып қалды. Кәмилә күлімсіреп қонақ бөлмеге өтті. Биік өкшелі аяқ киімінің дыбысы мәрмәр еденде анық естіліп тұрды. Ғабит аға, сізді қайта көргеніме қуаныштымын, деді ол қолын ұсынып. Өзіңіз өте жақсы көрініп тұрсыз. Рахмет Кәлима, деді Ғабит сабырлы үнмен. Дастарханға отырайық. Үстел ерекше сән салтанатпен жайылған еді. Ақ дастархан, жанып тұрған шырақтар, Зеренің көзі тірісінде ерекше күндерде сақтап қойған ең жақсы фарфор ыдыстар. Нұрдәулет Кәмиләнің қасына отырды. Ғабит қарсы бетке жайғасты. Ләззат ыстық асты әкеліп қойды. Алғашқы минуттарда әдеттегі әңгімелер айтылды. Күздің жайлы ауа райы, қаладағы жаңалықтар, саябақтағы күзгі көрініс. Кәмилә тағы да мінсіз еді. Күледі, әңгімеге араласады. Нұрдәулеттің тәрелкесіне ас салып береді. Қолына мейірлене тиіп қояды. Тура үлгілі қалыңдық, үлгілі жар сияқты. Бірақ Ғабит енді оның шын бейнесін білетін. Біраз уақыттан кейін Кәмилә орнынан сәл қозғалып Нұрдәулеттің қолын ұстады. Дауысы салтанатты естілді. Ғабит аға, біз сізге маңызды жаңалық айтқымыз келеді. Нұрдәулетте толқып отыр екен. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз, деді Кәмилә. Сондықтан үйленуге шешім қабылдадық. Сізден ақ батаңызды беруіңізді сұраймыз. Нұрдәулет әкесіне үмітпен қарады. Қолындағы Кәмиләнің саусақтарын қатты қысып отыр. Бөлмені үнсіздік басты. Тіпті ас әкеліп тұрған Ләззат та қозғалысын тоқтатты. Ғабит асықпай майлылығын алды. Ернін сүртті. Сосын орнынан тұрды. 1 минут күте тұрыңдар, әке, деді Нұрдәулет аң-таң болып. Осындай күнге арналған бір нәрсе бар еді. Қазір келемін. Ғабит бөлмеден шығып кетті. Нұрдәулет пен Кәмилә бір-біріне қарады. Бірі түсінбей отыр, екіншісі де таңырқап қалған. Бірнеше секундтан кейін дәлізден аяқ дыбысы естілді. Ғабит қайта кірді. Бірақ оның қолында ешқандай сыйлық жоқ еді. Шампан да жоқ, сыйлық қорабы да жоқ, құжат салынған папка да жоқ. Оның қолында сыпырғыш тұр еді. Сол баяғы ұзын сапты ескі сыпырғыш. 3 күн бойы аулада ұстарған сыпырғыш.
Бөлмедегілердің бәрі аң-таң болып қалды. Нұрдәулет түсінбей қарап отыр. Ләззат тіпті демін ішіне тартып қалды. Ал Камиланың жүзі біртіндеп өзгере бастады. Көзі сыпырғышқа қадалды. Шымиысы баяу жоғалды. Әлденені есіне түсіргендей болды. Ғабит сыпырғышқа еденге тігінен қойды. Оған сүйенді. Дәл аулада тұрғандағыдай. Сосын Камилаға тіке қарады. Сәрсенбі күні күн қандай тамаша болды. Иә, Кәлима. Дауысы баяу шықты. Күнге қыздырынып отырып сырласып әңгімелесуге таптырмайтын күн еді. Камиланың жүзіне қан жүгірмей қалды. Бір сәтте әппақ болып кетті. Қып-қызыл көйлегі бұрынғыдан да ашық көрініп кеткендей. Ерні қимылдамады, бірақ сөз шықпады. Әке, деді Нұрдәулет түсінбей. Не айтып тұрсыз? Қандай күн, қандай әңгіме? Камила әрең сыбырлады. Анау аула тазалаушы. Иә, деді Ғабит. Екінші мұнараның жанындағы аула тазалаушы. Бұл сіз бе едіңіз? Мен едім. Ғабит басын изеді. 3 күн бойы сенің терезенің астында аула сыпырдым. Сарғыш кеудеше киіп, осы сыпырғышпен. Ең қызығы, адам көрінбейтін жанға айналғанда көп нәрсе естиді екен. Өйткені жұрт аула тазалаушыны адам деп есептемейді. Қоқыс жәшігі сияқты, орындық сияқты. Сондықтан оның көзінше бар шындықтың айтады. Ғабит қалтасынан ескі телефонды шығарды. Үстелдің үстіне қойды. Батырманы басты. Бөлме ішіне Камиланың өз дауысы тарады. Жайбарақат, сабырлы, мысқыл аралас үн. Қызықсыз болса да мұрагер ұзаққа бармайды. Денсаулығы нашар. Ең бастысы негеге тұрып үлгеру керек. Сенгіш қой, бұзаудай аңғал. Жазба аяқталды. Ғабит телефонды өшірді. Бөлмені өлі тыныштық басты. Тіпті шырақтың еріп аққан балауыздың дыбысы естілетіндей. Нұрдәулет қимылсыз отыр. Бетіндегі қан біртіндеп қашып барады. Аз ғана бұрын Камиланың қолын қысып тұрған саусақтары өздігінен босап кетті. Ол алдында отырған қызға қарады. Жақсы көрген адамына, өзі үшін қайта өмір сүруге себеп болған адамға, қайта жүруді үйренгенде ойынан шығармаған жанға. Бірақ дәл қазір оның көзінде сезім өкпеден де ауыр еді. Бұл әлемі қирап жатқан адамның жанары болатын. Ұзақ үнсіздіктен кейін әрең тіл қатты. Камила, дауысы сынып шықты. Айтшы, бұл сен емес қой. Сен бұлай айтпадың ғой. Айтшы, бұл өтірік қой. Ол әлі де сенгісі келіп отыр еді. Әлі де соңғы үміттің үзілмегенін қалап отыр еді. Айтшы, бұл сен емес деп айтшы. Нұрдәулеттің дауысы дірілдеп шықты. Әкем бірдеңені шатастырған деп айтшы. Жазба қолдан жасалған деп айтшы. Өтінемін. Камила үндемеді. Ол ақ дастарханға қадалып отырып қалды. Жүзінде бұрын соңды болмаған күйзеліс байқалды. Қашатын жол іздеп жатқан адам сияқты, қақпанға түскен аң сияқты. Бірақ бір сәтте оның түсінгені анық байқалды. Құтылатын мүмкіндік жоқ еді. Сол кезде бетперде бір жола сыпырылып түсті. Мен сонда не айтып қойдым? Дауысы өзгеріп кетті. Әлгі орындықтағы әңгімедегі суық дауыс қайта оралды. Жұмсақтық жоқ, мейірім жоқ. Камила басын көтерді. Сөздері суық жылтырап тұр. Иә, айттым. Сонда не болыпты? Сендер шынымен мен ғана сондаймын деп ойлайсыңдар ма? Ол ащы күлді. Қолымен кең қонақ бөлмені нұсқады. Өздеріңе бір қараңдаршы. Зәулім үй қызметшілер, қымбат көліктер, байлық ішінде өмір сүріп отырсыңдар. Сосын Нұрдәулетке көз тастады. Көз қарастағы менсінбеуді көргенде Нұрдәулет селк етіп кетті. Ал ол ше, егер мен болмасам жалғыз өзі қартайып кетер еді. Кімге керек мұндай адам? Мен оған көңіл бөлдім, қамқорлық көрсеттім, уақытымды арнадым. Оның да бағасы болады. Тоқтат, деді Ғабит жай ғана. Бірақ даусында мұздай қаттылық бар еді. Неге тоқтатамын? Камила орнынан атып тұрды. Майлығын үстелге лақтырып жіберді. Енді оның бойында бұрынғы нәзік қалыңдықтан ештеңе қалмаған. Алдарынан ашуға булыққан есепшіл әйел көрінді. Болды ғой, бәрі ашылды. Құттықтаймын Ғабит аға, сіз өте ақылды екенсіз. Аула тазалаушы болып киініп алып, бүтін бір қойылым ұйымдастырыпсыз. Бірақ бір нәрсені айтайын, мен ақша үшін келгенімді жасырмадым. Ал сіздер өздеріңізді қасиетті адам етіп көрсетіп отырсыздар. Миллиондарыңызды қайдан тапқандарыңызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Ақша туралы енді аузыңды ашпа, деді Ғабит.
Даусы баяу шыққанымен ішінде болаттай қаттылық сезілді. Менің үйіме де жолама, менің ұлыма да жолама, бүгіннен бастап бәрі бітті. Камила бұл жолы Нұрдәулетке қарады. Ол басын төмен түсіріп отыр екен, көзін де көтермейді. Сол сәтте Камила бәрін түсінді. Ойын толық ұтылды. Енді бұл үйден алар ештеңесі жоқ. Ол орындық арқалығындағы пальтосын жұлып алды. Жарайды, онда өзіңнің қазынаңды өзің сақта. Ақсаңдаған ерке балаңмен бірге байлығыңа тұншығып өмір сүре бер. Ол есікке қарай бұрылды. Биік өкшелі аяқ киімінің дыбысы қатты естілді. Бірнеше секундтан кейін сыртқы есік тарс жабылды. Үй іші тым-тырыс болып қалды. Үстел үстінде аяқталмаған кешкі ас тұр. Шырақтардың жалыны баяу әлсіреп барады. Ләззатқа сыйлаған ақ раушандардың иісі аңқып тұр. Ғабит сыпырғышты қабырғаға сүйеп қойды. Сосын үстелді айналып өтіп, ұлының қасына отырды. Иығына қолын қойды. Балам, кешір мені, шынымен кешір. Мен мұның саған қаншалық ауыр екенін білемін, бірақ басқа жолым болмады. Сені қасқырдың аузына өз қолыммен бере алмадым. Нұрдәулет баяу басын көтерді. Көзінде жас жоқ, бірақ сол көздердегі бос кеңістік Ғабитті шошытты. Жыласа жеңілірек болар еді, ал бұл үнсіздік әлде қайда қорқынышты болатын. Сіз біліп жүрдіңіз. Даусы әрең шықты. Басынан ақ біліп жүрдіңіз. Мені ешкім шын жақсы көрмейтінін, мені жай ғана жақсы көру мүмкін емес екенін. Сіз дұрыс болып шықтыңыз, әке. Ерні дірілдеп кетті. Құттықтаймын. Сіз бәстен ұттыңыз. Ғабит бірдеңе айтпақ болды, бірақ Нұрдәулет орнынан тұрып кетті. Мен жалғыз қалғым келеді. Ол үстелге сүйеніп барып әрең көтерілді. Баяу баспалдаққа қарай жүрді. Орта тұсына жеткенде тоқтады, бірақ артына қарамады. Көзімді ашқаныңызға рахмет, шынымен рахмет. Сосын жоғары көтеріліп кетті. Ғабит жалғыз қалды. Сәнді дастарханның ортасында, сөнуге айналған шырақтардың арасында көп жылдан бері алғаш рет не істерін білмей отырды. Ол ұлын жыртқыштан қорғады, бірақ қандай бағамен? Ол өз қолымен Нұрдәулеттің ең үлкен қорқынышын дәлелдеп берді. Мені ешкім сүймейді, мені жақсы көруге болмайды. Дәл ой осы баланың жүрегінде шегедей қағалып қалды. Сол себепті бұл жеңіс кез келген жеңілістен ащы еді. Сол кештен кейін үйдің берекесі кеткендей болды. Апталар өте берді. Нұрдәулет бөлмесінен сирек шығатын, тамаққа үнсіз түседі. Аз ғана жейді, сосын қайтадан жоғары көтеріліп кетеді. Ең қиыны, ол әкесіне ренжімеді, айқайламады, кінәламады. Ғабит кейде оның ашуланғанын қалар еді. Сонда бәрі жеңілірек болатын сияқты көрінетін. Бірақ Нұрдәулет үнсіз қалды. Жай ғана сөнді. Көктемде қайта жанған шырақ қайта өшті. Үй ішінде баяғы ауруханадан қалған Нұрдәулет қайта пайда болды. Тыныш, мұңды, көзінде от жоғалған. Бірақ бұл жолы жан жарасы дене жарасынан да ауыр еді. Осы жағдай Ғабитті бәрінен қатты қорқытты. Ләззат бүгін тамақ ішті ме? Ғабит күн сайын кешке сұрайтын. Ләззат күрсінетін. Жарты тәрлікке сорпа ғана ішті. Қалғанын қозғамады. Күні бойы терезе алдында отырды. Қолында телефон, қарап отырды да қояды. Жаным ашиды өзіне. Ғабиттің өзі де қиналып жүрді. Өмір бойы барлық мәселені шешіп үйренген адам алғаш рет дәрменсіз қалған еді. Бұл жолы ақшаның да көмегі жоқ, байланыстың да, биліктің де ештеңе көмектеспейтін. Ол ұлын қауіптен құтқарды, бірақ сол кезде оның жүрегінде өзі жара салды. Түнде ұйықтай алмай жатып ойлайтын, мүмкін басқаша істеу керек педі, мүмкін жұмсағырақ айту керек педі. Бірақ көз алдына бірден Камиланың күнге қыздырынып отырып айтқан сөздері келетін. Сонда қайтадан бір ғана жауап табатын. Жоқ, басқа жол болмаған. Өйткені Камила өтіріктің бәрін айналдырып кетер еді. Нұрдәулет оған үйленіп қалар еді. Сосын тым кеш болар еді. Ғабит дұрыс шешім қабылдағанын білетін, бірақ сол дұрыстық жанын бұрынғыдан да қатты ауыртатын. Бір күні кешке ол шыдамай кетті. Жоғары қабатқа көтерілді. Есікті қатты. Ішке кірді. Нұрдәулет терезе алдында отыр екен. Бөлмеде жарық жанбаған. Қараңғы, тыныш. Балам, Ғабит төсектің шетіне жайлап отырды. Бұлай жалғаса беруге болмайды. Өзіңді осылай құртып аласың ғой балам. Ғабиттің даусы мұңды шықты.
саған ауыр екенін түсінемін, бірақ сен өзің ойлағаннан да ешкімге керексіз адам емессің. Сен менің ұлымсың, ақылдысың, мейірімдісің, жақсы адамсың. Тек жолыңа бір жаман адам кездесті, бір ғана адам. Сол үшін бүкіл әлемді жаман деуге болмайды. Нұрдәулет терезеге қарап отырды. Сыртта қараңғылық қоюланып бара жатқан. Қайдағы әлем әке, деді ол бұрылмастан. Достарым тастап кетті. Бұрынғы қызым тастап кетті. Камиляның кім екені белгілі болды. Ал сіз айтып отырған жақсы адамдар қайда? Маған көрсетіңізші. Мен ондай бірде-бір адамды кездестірмеппін. Ғабит үнсіз қалды. Шынында да не айтсын, өзі де өмір бойы еш себепсіз жақсылық жасайтын адамдарға онша сене қоймаған. Сол кезде оның ойына Рүстем түсті. Қолына термос ұстап келген қарапайым аула тазалаушы, шаршаған бейтаныс адамға шай ұсынып тұрған сәті. Ешқандай пайда күтпестен, ешқандай есепсіз, тек адам болғаны үшін. Білесің бе балам, Ғабит баяу сөйледі. Мен аулада жүрген бір адаммен таныстым. Рүстем деген кісі, қарапайым жұмысшы, қызының оқу ақысын төлеу үшін таңнан кешке дейін еңбек етеді. Бір күні мені көрді, шаршап отырғанымды байқады, сосын өз шайын бөліп берді. Мүлде танымайтын адамға. Неге? Өйткені маған қиын екенін көрді. Сол ғана. Сонда ше, міне, сен іздеген адамдар сондай болады. Олар көзге көп түсе бермейді, қымбат мейрамханалардан табылмайды, бірақ бар, өте көп. Тек оларды дұрыс жерден іздеу керек. Нұрдәулет алғаш рет әкесіне бұрылып қарады. Қараңғыда жүзін анық көру қиын еді, бірақ Ғабит оның тыңдап отырғанын сезді. Өзгеріс күтпеген жерден басталды. Шамамен 3 апта өткен соң, бір күні таңғы ас үстінде Нұрдәулет кенет: «Әке, мен бір нәрсе ойладым», деді. «Не жайлы?» «Осынша уақыт өзімді аяп жүре бердім, жетеді». Ғабит бірден елең етті. «Сонда оңалту орталығына барғым келеді». «Баяғы өзім жатқан орталыққа». «Не үшін?» Нұрдәулет ботқасын араластырып отырып жауап берді. «Өйткені ол жерде қазір біреуге мен керек шығармын». Ғабит үндемей тыңдады. «Есіңізде ме, Дәурен деген жігіт болған, мотоцикл апатынан кейін аяғынан айырылған, 18 жаста еді. Өмір сүргісі келмейтін. Сол кезде түнде екеуміз ұзақ сөйлесетінбіз, шахмат ойнайтынбыз. Мен оған бәрі жақсы болатынын айтатынмын. Кейін ол расымен өзгере бастады». Нұрдәулет басын көтерді. «Мен ол жерде біреуге керек болдым, әке. Шын керек болдым. Ақшам үшін емес, атым үшін емес, жай ғана адам ретінде. Соны тағы бір рет сезінгім келеді. Ерікті болып барғым келеді». Ғабит ұлына қарап отырды. Кеудесінде ауыр жүк аздап жеңілдегендей болды. Бір айдан бері алғаш рет Нұрдәулеттің көзінен мақсат көрінді. «Бар балам, бар», сапар апарып тұрады. Содан кейін Нұрдәулет оңалту орталығына жиі бара бастады. Әуелде аптасына 2 рет, кейін күн сайын. Ол ешкімге әкесінің кім екенін айтпайтын, қарапайым киініп баратын, өзін жай ғана «Мен де кезінде осы жерде ем алған Нұрдәулетпін» деп таныстыратын. Ол науқастармен шахмат ойнады, кейбіріне кітап оқып берді, кейбірімен жай ғана әңгімелесті. Ең бастысы өзінің басынан өткенін жасырмады. Апатты да айтты, айлап төсекте таңылғанын да айтты, қайта жүруге үйренген күндерін де айтты, құлап қайта тұрған сәттерін де айтты. Бұл әңгімелер адамдарға дәрігер сөзінен де күшті әсер ететін. Өйткені олардың алдында ақ қалатты маман емес, өздері сияқты азап көрген адам отырды. Ақсаңдаса да өмір сүріп жүрген, жараланса да күліп жүрген адам. Ғабит ұлындағы өзгерістерді байқамай қалмады. Нұрдәулет қайтадан еңсесін тік ұстай бастады. Даусында тіршілік оралды. Үстел басында әзіл айтатын болды. Ақсаңдауды ешқайда кеткен жоқ, бірақ енді одан ұялмайтын. Керісінше ол өзгелердің жанын түсінуге көмектесін тәжірибеге айналды. Бір күні Нұрдәулет жаңа есімді атай бастады. Алғашында сирек, кейін жиі. Айдана бүгін жаңа науқас алып келді. Өте жас екен, инсульт болыпты. Біз Айданамен шахмат турнирін ұйымдастырмақпыз. Айдана орталықтың ауласына гүл егуді ұсынып жүр. Ғабит бәрін үнсіз тыңдап жүрді. Ақыры бір күні кешкі ас үстінде сұрады: «Айдана деген кім өзі?» Нұрдәулет сәл қысылып қалды. Нанды қолына алып тұрып жауап берді: «Ерікті қыз, бұрыннан жұмыс істейді.
сөйлеу қабілетін қалпына келтірумен айналысады. Бірақ негізгі жұмысы адамдарға үміт беру. Жақсы адам, шынайы адам, онымен сөйлесу оңай. Ғабит үндемеді, бірақ ішінде бір жылы сезім қылаң берді. Өйткені Нұрдәулеттің жүзі Айдана туралы айтқанда ерекше нұрланып кететін. Қыс өтіп, көктем келді. Нұрдәулет енді орталықта күн сайын дерлік жүретін болды. Үйге шаршап келсе де көңілді оралатын. Айдана жайлы әңгімелерді де көбейді. Бірақ бұл жолы бәрінен басқаша еді. Әңгімеде ақша жоқ, қымбат сыйлықтар жоқ, сән салтанат жоқ, тек қарапайым қуаныштар ғана. Айдананың шеге қаға алмай күліп қалғаны, екеуінің құстарға жем салғыш жасағаны, науқас қарияны күлдіруге тырысқандары, осындай қарапайым нәрселер. Бір күні Нұрдәулет Айдананы үйге ертіп келді. Ешқандай салтанатты кеш емес, жай ғана шәй ішуге. Ғабит бұл жолы әдейі ештеңе ұйымдастырмады. Қарапайым жемпірін киді. Ләззатқа дастарханды қарапайым етіп жаюды тапсырды. Бауырсақ шәй үйдің бәліші. Айдана келгенде Ғабит оны мұқият бақылап отырды. Бойы шағындау екен, ақ құба, жүзі ашық, қимылы шапшаң. Үстінде қарапайым джинси шалбармен тоқылған жемпір, шашын да сәнделмеген, жай ғана өрілген бұрым. Қыз үйге кірді, биік төбеге қарады. Мәрмәр баспалдақты көрді, қабырғадағы суреттерді шолып өтті. Сол сәтте Ғабиттің іші тарс ете қалды. Өйткені ол еріксіз Камиланы есіне түсірген еді. Айдананың көзінен де сол бағалаушы көзқарасты іздей бастады. Бірақ келесі сәтте қыздың айтқан сөзі оны таңғалдырды. Бірақ Айдана тек қысылып қалды. «Ой», деді ол шын көңілмен, «мен сіздердің осынша дәулетті екендеріңізді білмеппін ғой». Сосын Нұрдәулетке қарап күліп жіберді. «Айтсаңшы алдын ала, ең болмаса кроссовка емес, туфли киіп келер едім». Осыны айтқанда беті шымырлай қызарып кетті. Табиғи, жас қызға тән ұяңдықпен. Ғабит еріксіз жымиды. Сол кеш бойы Айдана оның сағатына да қарамады. Үйдегі қымбат суреттерге де қызықпады. Сәнді аспашамға да назар аудармады. Есесіне Ләззаттың бауырсақтары мен бәліштерін мақтаумен болды. Жай мақтап қана қойған жоқ, тәбетпен жеді. Тіпті Ләззат риза болып тағы әкеліп берді. Айдана сол Ғабиттен бизнес туралы сұрамады, компаниялар туралы қызықпады. Оның орнына Нұрдәулет бала кезінде қандай еді деп сұрады. Содан кейін кішкентай Нұрдәулеттің күнделігін жарма салынған қаптың ішіне тығып қойғаны туралы әңгімені естігенде іші кісілесі қатып күлді. Бірақ Ғабиттің көңілін ең қатты толқытқан нәрсе басқа еді. Айдана Нұрдәулетке ерекше қарайтын. Оның ақсандап жүргені де, орындыққа сүйеп қойған таяғына да. Бірақ сол көзқараста аяушылық жоқ болатын, есеп жоқ болатын. Тек жылылық бар еді, тек қамқорлық бар еді, шынайылық бар еді. Соны көргенде Ғабиттің жүрегі шым ете қалды. Шайдан кейін жастар баққа серуендеуге шықты. Ғабит терезе жанына келді. Аулада Сапар тағы да бірдеңемен айналысып жүр екен. Әдетінше өзіне жұмыс тауып алған. Сапар деп дауыстады Ғабит. Жүргізуші жақындады. Ғабит бақ жаққа бас изеді. Нұрдәулет пен Айдана жол бойымен баяу кетіп бара жатты. Айдана бір нәрсені қызу әңгімелеп келеді. Қолын сермеп сөйлейді. Ал Нұрдәулет күліп барады. Шын көңілімен дауыстап. Ғабит оның дәл осылай күлгенін бір жылдан астам уақыт көрмеген еді. «Көрдің бе?» деп сұрады ол. Сапар жымиып қойды. «Көрдім, бұл басқа қыз. Иә, мұны бірден байқауға болады. Көзі басқа». Ғабит басын изеді. «Иә, көзі басқа». Осы сөзді айтқанда оның жан дүниесін ерекше жеңілдік биледі. Біраз үнсіз тұрған соң ол күрсінді. «Білесің бе Сапар, мен тағы да қателесе жаздаппын. Кеш бойы бақылап отырдым. Қай жерде мін табамын деп, қай кезде өтірігі шығады деп, қай кезде есеп жүргізеді деп. Бірақ ештеңе таппадым». Сапар күліп жіберді. «Бұл жақсы нәрсе емес пе?» «Әрине жақсы». Ғабит терезеден көз алмай жауап берді. «Бірақ аздап ұяламын. Мен Нұрдәулетке бір кезде қорқынышты нәрсе дәлелдеп бердім. Оны тек ақша үшін ғана жақсы көреді деп ойлаппын. Ал ол баса өз бақытының жолын өзі тапты. Ақшаның арасында емес, мұқтаж жандардың арасында. Ештеңе сұрамай өзгелерге көмектесе жүріп,
тапты. Шынымды айтсам, мен ондай жерде махаббат іздеу керек екен ешқашан ойламаппын. Сол сәтте-ақ бақ ішінде Нұрдәулет сүрініп кетті. Жолдағы кішкентай кедергіні байқамай қалған сияқты. Айдана бірден оның қолтығынан демеді, бірақ асып саспады, аяған жоқ, артық уайым білдірмеді. Табиғи түрде ғана көмектесті. Тура мұны 100 рет жасаған адамдай. Нұрдәулет оның қолын ризашылықпен қысып қойды. Сосын екеуі ары қарай қатарласып жүріп кетті. Ғабит терезе алдында үнсіз тұрды. Сол сәтте оның жан дүниесіндегі ауыр тас орнынан қозғалғандай болды. 1 жыл бойы көтеріп жүрген жүк жеңілдегендей. Тас емес, тұтас бір жартастай ауырлық. Тағы жарты жыл өтті. Бұл жолы ешкімді тексерген жоқ. Ешкім аула тазалаушы болып киінген жоқ. Ешкім жасырын дыбыс жазған жоқ. Өйткені оған қажеттілік болмады. Тойда қарапайым өтті. Қымбат мейрамханада емес, дәл сол оңалту орталығының ауласында өтті. Нұрдәулет пен Айдана өз қолдарымен гүл еккен жерде. Тойға науқастар келді, дәрігерлер келді, еріктілер келді. Бір кезде Нұрдәулет түнде сөйлесіп, өмірі қайта сөндірген Дәурен де келді. Қазір ол есейген жігіт еді. Жұмысы бар, өмірі бар, болашағы бар. Дастархан қарапайым жайылды. Зеренің фарфор ыдыстары бұл жолы шығарылған жоқ. Бірақ барлық бәліш пен бауырсақты Ләззат өз қолымен пісірді. Ең бастысы, сол тойда бірде-бір адам ақша үшін келген жоқ. Ғабит шеттеу жерде тұрды, қарапайым костюм киген. Ұлына қарап тұр. Нұрдәулет жас келіншегімен билеп жүр. Қимылы ебедейсіздеу, ауру аяғына салмақ түсірмеуге тырысады. Бірақ жүзінде бақыт бәрінен асып түсіп тұр. Айдана бір нәрсе деп сыбырлады. Нұрдәулет күліп жіберді. Екеуі сондай тірі, сондай шынайы. Сол көрініске қарап тұрып, Ғабит ұзақ жылдардан кейін бір нәрсені анық түсінді. Өмірдің мәні байлықта емес екен, компанияларда емес, миллиардтарда емес. Міне, дәл осы екі жастың бір-біріне деген шынайы ықыласында екен. Есепсіз табылған махаббатта екен. Сол кезде қасына Сапар келді. Қолына сусын құйылған стақан ұстатып жатып, ал Ғабит аға, баяғы бәстің соңы қалай болды деп күлді. Ғабит стақанды алды, бірақ бірден ішкен жоқ, жымиып қойды. Бітті, ол бәстің әңгімесі. Кім ұтты? Мен ұтылдым. Сапар таңырқап қалды. Қалайша, есіңде мен Нұрдәулетке қыз адал болса компаниядағы үлестің жартысын беремін деген едім. Иә, Камила туралы қателескен жоқпын, бірақ ұлым туралы қатты қателестім. Ғабит көзімен билеп жүрген жастарды көрсетті. Мен оны тек ақшасы үшін ғана жақсы көреді деп ойладым. Ал ол ештеңеге сүйенбей-ақ өз бақытына өзі жетті. Сондықтан сол бәстен мен ұтылдым. Бірақ өмірімде дәл бұлай қуанып ұтылған емеспін. Би аяқталған соң Нұрдәулет әкесінің жанына келді. Айдана алыстан дастархан басында жүрген науқастарға көмектесіп жүр екен. Нұрдәулет біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана «Рахмет, әке» деді. Ғабит таңырқай қарады. Не үшін? Мен саған қанша ауыртпалық әкелдім ғой. Сол үшін де рахмет. Нұрдәулет әкесіне тіке қарады. Бұл жолы оның көзінде бұрынғы бос кеңістік жоқ еді. Жарық бар еді, сенім бар еді. Егер сіз сол кезде сыпырғыш ұстап аулаға шықпағанда, мен Камилаға үйленіп кетер едім. Сонда шынайы махаббаттың қандай болатынын ешқашан білмес едім. Ол Айданаға қарап күлімсіреді. Көзімді ашқан өзіңіз, әке. Мен тек дұрыс жаққа қарамай жүрген екенмін. Ғабит ештеңе демеді. Тек ұлының иығынан қақты. Ал көзінің қиығында әлдебір ыстық жас жылтырап тұрғанын ешкім байқамады. Сөйтсем мені біреу жақсы көретін күнді күтіп отыра берген екенмін, әке. Нұрдәулет баяу ғана күлімсіреді. Ал шын мәнінде бәрі басқаша болып шықты. Алдымен өзім біреуге қажет болуым керек екен. Өзім мейірім беруім керек екен. Өзім қол үшін созуым керек екен. Сонда ғана өмір мағанда өз сыйын берді. Ғабит үндемеді. Ол ұлын құшақтап алды. Қатты құшақтады. Ер адамдарша ебедейсіздеу, бірақ бар жүрегімен. Сол күйі біраз тұрды. Басы ағарған әке. Өмірде талай нәрсені көрген адам. Күйреуді де бастан кешірді. Жақындарынан айырылды. Сатқындықта да көрді. Бірақ дәл қазір ғана ең маңызды ақиқатты түсінгендей болды.
Бұл ақиқатты ол үлкен кабинеттерден тапқан жоқ, қымбат келіссөздерден де үйренген жоқ, оған ешқандай кітап үйреткен жоқ. Бұл ақиқатты ол бір кезде қолына сыпырғыш ұстап, сарғыш кеудеше киіп жүрген күндерді түсінді. Нағыз байлық есеп шоттарда жатпайды екен, нағыз байлық мына жерде екен, ұлының бақытты күлкісінде. Бейтаныс адам ұсынған бір кесе шайда, қиын сәтте қолтықтан демейтін жанның жанашырлығында. Мұрагер болғаның үшін емес, өзіңді жақсы көрген үшін қасыңнан табылатын адамда екен. Ғабит ұлының иығынан ұстап, көздеріне қарады. Бақытты болыңдар балаларым, дауысы жай ғана шықты, бірақ сол сөздің ішінде бүкіл әкелік жүрек жатты. Бақытты болыңдар, маған бұдан артық ештеңе керек емес. Сол кезде дастархан жақта жүрген Ләззат алжапқышының шетімен көз жасын сүртіп қойды. Қонақтарға тағы бір табақ бауырсақ пен бәліш апара жатыр еді. Ал оңалты орталығының ауласында баяу ғана әуен ойнап тұрды. Нұрдәулет пен Айдана өз қолдарымен гүл еккен гүлзардың көктемгі кештің самалымен тербеліп тұрды. Қонақтардың күлкісі естіледі, балалардың дауысы шығады. Жарық шамдар біртіндеп жана бастады. Ал көктемнің жылы кеші бәріне үнсіз ғана бір уәде беріп тұрғандай еді. Енді бәрі жақсы болады, шынымен де жақсы болады. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарийге қай қаладан тыңдап отқандарыңызды жаза кетіңіздер. Және де міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.